Қайырлы күн достар. Келесі сабағымыз бұл тағы да видео генерация жайында, яғни кейіпкерлерді сөйлету. Соның бірі Ela.io сервері кіріп көрейік. Бұны мен көбінесе телеарнада жиі пайдаланамын, яғни кейіпкерлерді қалай сөйлету керек. Бұл жерге аккаунтпен кіреміз, осы жерге тіркелесіздер. Байқағаныңыздай, мына кейіпкерді біз күншуақ табиғат қызы деп Түркістан телеарнасында ауа райын жүргіземіз. Енді сіздерге қалай аватар жасау керек? Ол үшін мына жерге home бөліміне өтіп, ол жерде мына жерде from template дегенді басамыз. Ол жерде көптеген кейіпкерлерді көрсек болады. Өзіңіздің аватарыңызды құрсаңыз да болады. Яғни blank аватар дейікші. Мінекей, өзіміздің аватарларды, кез келген аватарды пайдаланып сөйлетсеңіз болады. Мысалы, бұл әсіресе аватарлар сату бөліміне Инстаграмда жиі пайдаланылады. Осыны пайдалансаңыз болады. Мысалы, мен мына қыздың аватарын пайдаланып көрейін. Яғни суреті шығады. Мінекей, осы жерге астына, яғни кез келген сөз жазамыз. Мысалы, сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мына жерде өз даусымызды жүктесек болады, бірақ кейбіреу платный болады. Егерде мына жерде тағы да қазақ тілін жүктесеңіз болады, қазақша каз дегенді басамыз. Дәл қазір мына жерде тек Айгүлдің ғана дауысы бар. Егерде өзіміздің уникальный даусымызды жүктегіміз келсе, мына жерде Create Custom Voice дегенді басамыз. Осы жерге өтіп сатып алсақ болады, яғни даусымызды клондап енгізсек болады. Бұның бағасы яғни $200 тұрады. Егерде тек мына Айгүлдің дауысы бола берді десеңіз, Айгүлді таңдаймыз, Apply Voice дегенді басамыз. Осыны рендерге жібереміз. Мінекей, 3 секундтық жібереміз. Бірер сәттен кейін бізге міне көрсетіп отыр, 1 минуттың ішінде видеоңыз дайын болады дейді. Мінекей, видеомыз дайын болды. Енді оны көрейік. Осы жерге Ctrl-ды басып Watch дегенді басамын. Мына жерге Play батырмасын басамын. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Міне, даусымыз шықты. Бұны өзімізге жүктеп алсақ болады. Болмаса, мына жердегі бейнені ауыстыруымызға да болады. Ол үшін Custom аватарға өтіп, өзіміздің суретімізді жүктесек болады. Яғни көріп отырғандай студия аватар, селфи аватар, фото аватар дегенді таңдасақ болады. Фотомызды жүктейміз. Мына жерге джендерді таңдаймыз. Ер адам, әйел азамат деген секілді келісеміз. Болды. Өзіміздің фотомызды жүктеп, кез келген сөз қойып, осылай сөйлетсек болады. Жалпы Ela.io'ның бағасына келетін болса, бұның бағасы, енді бұл да кредит бойынша есептелінеді, кредит саны бойынша есептелінеді. Айына $23-дан, сонда минуты $1.54 түсіп отыр. Basic планында. Ал егер тегін версиясында тек қана 1 минуттық бір ғана видео жүктеуіңізге болады. Айына $29, жылына $23. Егер 1 жыл алатын болсаңыз. Танысып шықсаңыз болады. Basic 40 минутқа дейін минутын береді айына. Жалпы Ela.io жасанды интеллектуалы ақпаратымыз осы. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.